Саламатсыздар ма? Менің есімім Тәжібай Меруерт. Мен нөмірі 100 жалпы орта білім беретін мектебінің 9 Б сынып оқушысымын. Менің жетекшім Тәжібаева Ұлболсын. Менің бүгінгі ғылыми жобам тақырыбы Қазақстанның климаттық жағдайы. Қазақстанның кең байтақ аумақтарында жер бедерінің әркелкілігі республиканың климаттық жағдайларының алуан түрлілігіне әсер етеді. Аймақтың солтүстігінен оңтүстігіне дейін созылып жатқан орманды дала зонасынан шөл зонасына дейінгі климаттық зоналары өтеді. Республиканың мұхиттардан қашықтығы, әсіресе Евразия материгіне ылғал әкелетін Атлант мұхитынан қашықтығы аймақтың құрғақ және континентті болуына әсер етеді. Бүгінгі ғылыми жобамның жоспары климат және климат қалыптастырушы факторлар, күн радиациясы, атмосфера айналымы, климаттық белгілер жайлы болады. Бүгінгі ғылыми жобамның негізгі ұғымдары климат, ауа райы, күн радиациясы, атмосфералық айналым, циклон, антициклон. Климат дегеніміз грекшеден аударғанда еңкейістегі мағынаны білдіреді. Белгілі бір жердегі ауа райының көп жылдық жоспары десек те болады, осы жерде болуға тиісті ауа райы жағдайларының жиынтығы болып табылады. Ауа райы дегеніміз атмосфераның жергілікті жердегі белгілі бір уақытта немесе уақыт аралығында байқалатын құбылмалы жағдайы. Күн радиациясы, күннің сәуле шығаруы, күннің электромагниттік және корпускулалық сәуле шығаруы. Атмосфералық айналым, атмосферадағы ауа массаларының қозғалысы. Циклон, грекше аударғанда айналушы, айналым деген мағынаны білдіреді. Атмосфераның қысымы төменгі аймағы. Ал антициклон дегеніміз атмосфераның қысымы жоғары аймағы. Климат қалыптастырушы факторларға біз аймақтың жер бедерін, күн радиациясын, ауа массаларының циркуляциясын, сонымен қатар елдің физикалық географиялық орнын жатқызамыз. Елдің физикалық географиялық орнына біз дүние бедерінде орналасуын, материктегі орнын, мұхиттардан қашықтығын жатқызамыз. Күн радиациясы дегеніміз Қазақстан аумағы үстінде бүкіл жыл бойы жоғары қысымды ауа қабаты үстінде кетеді. Ал оған көршілес аймақтарға төмен қысымды қабаттар тән келеді. Жалпы республика аумағының көпшілік бөлігінде антициклондық ауа райы басым болып табылады. Міне осылардың нәтижесінде жиынтық радиация мөлшері солтүстіктен оңтүстікке қарай 4200-ден 5500 мегаджоуль метр квадратқа дейін артады. Қаңтар айының орташа температурасы Қазақстанның солтүстік және шығыс аудандарында 18 градустан басталса, ал оңтүстік аудандарында 3 градусқа дейін артады. Ал оңтүстік аудандарда 10 ай бойы орташа температура 0 градустан жоғарырақ болады. Республиканың солтүстігінде қыс ұзақ, қарлы әрі суық, аяз кей уақыттарда -45 градустан -50 градусқа жетеді. Қазақстанның оңтүстік аудандарында қыс жұмсақ әрі жылы болады. Бұл өңірдің қыс айларында жиі жылымы құбылысы болып тұрады және бұндай кездің өзінде температурасы ең жоғарының өзі қатты көп болмайды. Республиканың қиыр оңтүстігінде көктемгі соңғы үсік сәуірдің аяғында, алғашқы үсік қыркүйектің екінші жартысында түсуі ықтимал. Атмосфера айналымы. Қазақстан жері қыс маусымында Сібір антициклонымен және жаз айларында Азорлы антициклондық ядросының ықпалында жиі ұшырап отырады. Осыған байланысты республиканың солтүстігінде оңтүстік батыс және батыс, ал жазда солтүстік батыс бағыттан соғатын жел басым келеді. Қазақстандағы атмосфералық процестер солтүстік жартышардың Атлантика Евразия секторының үш аумақтық айналымы ықпалымен қалыптасады. Климаттық белгілер Қазақстан аумағын төрт климаттық белгілері қамтиды. Олар орманды дала, шөл болып табылады. Орманды дала 0,4% құраса, дала 27% құрайды. Шөлейт 10,8% құрайды, ал шөл 44% құрайды. Сонымен қатар таулардағы биіктік белгілері де жатады. Орманды дала климаттық белдемі республиканың ылғалы ең мол бөлігі, орташа жылдық жауын-шашын мөлшері 242-315 мм-ге дейін. Оның 80% жылдың жылы мезгілінде жауады. Дала зонасы. Далалық климаттық белдем Қазақстанның солтүстігін аумағын көп қамтиды. Жылдық жауын-шашын мөлшері 200-300 мм-ді құрайды. 70-80% жаз айларына тән болып табылады. Шөлейт зонасы. Шөлейт. Климаттық белдем ол көбінесе оңтүстік жерлерде кездеседі. Қазақстанның орталық бөлігіндегі жазық өңірді алып жатыр. Жылдық жауын-шашын мөлшері оңтүстікке қарай 279 мм-ге дейін кемейді. Оның 43-27% жылдың суық маусымында түседі. Шөл зонасы ол Қазақстанның көп бөлігін алып отыр, әсіресе жазық өңірінің көп бөлігін қамтиды. Ол үш типке ажыратылады: сазды шөл, құмды шөл және тасты шөл. Оларда жауын-шашын мөлшері 81 және 84 мм-ді құрайды. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.